ертегі. Баяғыда есте жоқ бір уақытта жер құмсағат сияқты ағып түсіпті. Иә, кәдімгі құмсағат сияқты. Жер борпылдақ құмға айналып, бар аң, құс, адамзат, үй, машина, мүлік бәрі ойламаған жерден бір-біріне араласып, ох, арс, тарс, ойбай деуге ғана шамасы келіп, көзді ашып жұмғанша қалдай бір кеңірдекке жұтылып кете барыпты. Жердің қабығы ғана қалып, іші босап қалыпты. Бәріне де жан керек. Шіркін, дәл осындай жағдайда жаннан тәтті не бар дейсің? Ауызды арандай ашып, айқайды салып, көзді тарс жұмып, өздерін кім, қайда заулатып бара жатқанын көруге, не байқауға жүрегі дауаламай, тағдырын белгісіз біреуге тапсырып, зымырай беріпті. Сөйтіп, қорықса да жерге оп-оңай топ ете түсіпті. Аяқ бір жерге тіреліп, құлақты тұндырар, жүректі ұшырар, айқай сап тыйылыпты. Бәрі ең бірінші жайлап, бір көзін сығырайтып ашыпты. Қараса, айнала қаптаған адам, дала, үй жануарлары, бәрі бір-біріне үрпейісіп, үрейленіп қарап қалыпты. Араларында құлап жатқандары да бар. Шамасы жүрек шыдамаған-ау. Бір ғажабы алып, биік ғимараттар ешкімді басып салып майып қылмапты. Олар түгел құмға айналған, ал анау шашылып жатқан аңқұс пен адамдар талып қалған немесе жүрегі жарылып кеткендер. Олар ештеңеге соғып құлаған жоқ. Адам деген жанкешті ғой. Аяқ жерге тиіп, тіреу тапқаннан кейін лезде үсті басының шаңын қағып, жан-жағына аңқая қарай бастады. Аңы бар, құсы бар, адамы бар, ұю-қию аралас. Қайдан ұшып келді? Қайда қонды? Түсінер емес. Қасындағы тісі ақсиған жыртқышқа бауырын көргендей мейіріммен қарап қояды. Шамасы қасында жыртқыш болса да, тірі мақұлықтың болғанына шүкіршілік ететіндей, бәрі ес жиып, жердегі топырақты ұстап, тіпті дәмін татып көре бастады. Кәдімгі өзіміздің топырақтың дәмі секілді. Кенет біреу, біз айдың бетінде жүрген сияқтымыз, топырағы борпылдағы екен деп, айқай салды да, айнала тағы да шулай бастады. Сол сәт алып жер қайта қозғалды. Бірақ бұл жолы жұтылып кетпеді. Сәл қозғалды да, енді осында ағып келген адамдар мен жануарлар өзгере бастады. Кенет бір адамның тілі ұзарып кетті. Ұзарғаны сондай, аузынан аунап түсіп, құтты бір ұзын кілемдей жайылып кете берді. Кіп-кішкентай ауызға мынау тіл қалай сыйып тұрған дерсің? Енді бір жолбарыстың тісі ақсиып кеткені сондай, тістері таудай боп аспан тіреп, жолбарыстың өзі ұшар басында биттей боп қалықтап, бара-бара көзге көрінбей кетті. Не керек? Кейбір аңқұс адам танымастай өзгерді. Оларды суреттеудің өзі қорқынышты. Ылғи таудай тіс, жерге жайылған тіл, бақырайған көз, тырбиған қол, арбиған аяқ. Ешқандай өзгермей, өзгеріп кеткендерден зәре-құты қалмай, қорқып қашқан адам мен аң бір-біріне соғып сапырылысты. Сол уақытта жер тағы қозғалды. Бұл жолы қатты қозғалды. Қозғалысқа төзе алмаған жер айналып түсті. Адам мен аңның аяғы жерге жабысып, өздері жарқанаттай жарбиып қалды. Кенет жер тағы қозғалды да, сол күйі өзгермей қалған адам мен жануар алғашқыдай судай ағып, тағы бір белгісіз жаққа суси бастады. Алғашқыдай су сияқты дегеніме қорқып кетпеңіз. Бұл жолы бәрінің еті үйренісіп кетті ме? Таудан сырғанағандай күлімдеп, қуанып, тіпті аң суси қозғалды. Адам мен аң, бір-бірінің қолынан ұстап алып, шыңғырмады, қышқырмады, тек қуанған, сыңғырлаған күлкі естіліп жатты. Неге қуанып, күліп жатыр? Ол арасын ойлаған ешкім болмады.
тек жүрекке бір қуаныш кіріп алған еді. Ешкім көзін тарс жұмбады, қорықпай айналаны анық бақтарлап қарады. Белгісіз болса да, жақсы бір жаққа қарай жеңіл қалықтап бара жатқанын сезген адамдар, тілі ұзарып, тісі өсіп, көзі бақырайып кеткендерден дәу болып кеткен мүшесін көтере алмай алыстап бара жатқан, бұларға жәудірей қарап қалып бара жатқанын көрді. Олар өздерімен алып кетуге бұларда шама қайда? Өздері судай ағып барады. Алғашында суси, соңынан заулап, кейін мамақтай қалықтап бір жерге кеп қонды. Қараса, сол баяғы ауылы, үйі, қаласы екен. Осы жағдайда басынан кешкен адамдар жер бетінде аяғын аңдап басатын болды. Ашуланса да бұрынғыдай жер тепкілемеді. Ашуды ақылға жеңдірді. Кім біледі, ашуға бой алдырып, жердің төсін тепкілесе, жер аяғы асты оянып, тағы бір жаққа ағызып апарып тастайтын шығар. Бір жаманы осы оқиғаны бастан кешіп, жырдай қылып айтып отыратын адамдар сиреп келеді. Тіпті саусақпен санарлықтай айтқан сөзін қазіргі балалар қорқынышты ертегіге балайды.